Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте ерекше әрі нәзік болып шығатын шоколадно-банановый торт даярлаймыз. Ол үшін ең алдымен бананымызды ыдысқа салып, шанышқының көмегімен не болмаса блендердің көмегімен жақсылап тұрып езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін үстіне сгущенканы құямыз. 2 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін иіліктен какаоны өткіземіз. Және онымен қопсытқышты өткіземіз. Енді осының барлығын миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін мен алдын ала пергамент қағазына 18 диаметр сызып дайындап қойдым. Енді осыған 3 қасықтан салып, корждарымды пісіріп аламын. Корждарымыз тез дайын болады. 8-10 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей дәл осылай қасықтың көмегімен қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Мінекей енді осы қамырымызды пешке жібереміз. Осы уақытта кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудрамызды салып, кремімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне салқын сливкимізді құйып, миксердің көмегімен қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Сливкиді міндетті түрде қолданар алдында салқындату қажет, сондай-ақ жоғары пайызды сливки алу керек. Ол 33%, не болмаса 35% болу қажет. Және де араластырғанда тым көп араластырмаңыздар, өйткені сливкиміз іріп кетуі мүмкін. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Мінекей бірінші коржымызды қойып, кольцомызды қойып, тортымызды жинай берсек болады. Менде дәл осы рецептпен 8 корж шықты. Бұл корждар пропитканы қажет етпейді, бірден кремімізді жаға береміз. Мен әр корждың арасына 3 қасық кремнен салып, тортымды жинадым. Мінекей ең соңғы коржымызды саламыз. Егер де тортыңыздың беті түзу, әдемі болып шықсын десеңіз, корждың бетін емес, піскен жағын емес, яғни төмен жағын мен аударып қоямыз. Сол кезде тортымыздың беті тегіс болып шығады. Мінекей лопатканың көмегімен торттың бетіне және де шетіне кремдеріміз жағып шығамыз.
Достар, егер де сіздерге менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді, лайк басуды және жаңа видеоны өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Соңында спатуланың көмегімен тағы да тортымызды түзіліп шығамыз. Енді тортымызға құятын ганаш креммен бірге ақ кетпес үшін тортымызды міндетті түрде морозилке 1 сағатқа қойып аламыз. Мінекей, қараңыздар, ганаш қалай құйылып жатыр. Морозилке алдын ала қойып алсаңыздар, сол кезде креміміз ганашпен бірге ақ кетпейді. Ганашыңыз әдемі құйылатын болады. Енді тортымызды әрлеу ғана қалды. Мұнда әр печеньенің астын еріген шоколадпен бірге жабыстырып қатырамыз. Бұл торт өте дәмді торт болып шықты. Әсіресе егер сіздер бананды және шоколадты жақсы көрсеңіздер, бұл торт сіздер үшін. Астарыңыз дәмді болсын.